Әуе толқынында болашақтан үмітті әйелдер атты халықаралық бағдарламаның қазақша нұсқасы. Кеш жарық қымбатты тыңдарман. Болашақтан үмітті әйелдер бағдарламасына қош келдіңіз. Бүгін де сіздермен бірге студияда мен Бану және әріптесім Жанна. Отбасыңызға амандық болсын, аяулы тыңдарман. Бану, бүгін өзіңді қандай сезініп тұрсың? Рахмет, Жанна, жақсы. Бану, есіңде ме? Өткен аптада сен тез шаршап қалып жүрмін, өзімді біртүрлі әлсірегендей сезініп жүрмін деп айтып едің ғой. Иә, әрине есімде. Мен шынымен қатты шаршап, жұмыс істеуге де зауқым соқпай қалып жүрдім. Оны неге енді сұрап тұрсың? Өйткені бұл бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы болмақ. Көпшілік әйелдер өзін сондай сезінетінін білемін. Бану, сенің басың жиі ауыра ма? Иә, Жанна, мен дәрігерге барып, мұның себебін анықтадым. Айтпақшы, дәрігерде маған көп әйелдер осындай сезімде болатынын айтқан болатын. Өйткені олар дұрыс емес тамақтанады деді. Жанна, біздің бірінші айдарымыздың тақырыбы дәл осы екені туралы ұмытып кетіппін ғой. Сенің есіме салғаның жақсы болды. Иә, дәрігердің саған қандай кеңес бергені туралы бөліссең жақсы болар еді, Бану. Бұл мен үшін де, тыңдарманыңыз үшін де өте пайдалы ақпарат болады деп ойлаймын. Аяулы әйелдер, егер біздің тамақтануымыз дұрыс болмаса, өзімізді шаршаған, әлсіз сезінуімізді сіз білесіз бе? Бірақ егер де өзіміздің диетамызға біраз өзгерістер енгізетін болсақ, өзімізді әдеттегіден едәуір жақсы сезінетін боламыз. Мысалы, біз құрамында темір болған тағамды көбінесе қолдана бермейміз. Сонда ағзамыз бізге өзінде темірдің жетіспей жатқанын қалтырап, шаршағандық арқылы білдіреді. Темір организміміз үшін неліктен соншалықты маңызды, Бану? Өйткені осы микроэлемент қан жасушаларымызды қызыл заттың қалыпты жұмыс істеу үшін маңызды екен. Олар ағзамыздың барлық жасушаларына оттегі жеткізіп тұрады. Егер организмде темір құрамы аз болса, ол жеткілікті түрде оттегімен қамтамасыз етілмейді. Нәтижесінде анемия, яғни қаназдық пен азап шегеміз. Сондықтан біз қалжырау мен әлсіздікті сезініп, тамақ жеуді мүлде қаламай қаламыз. Мұндай жағдайда дертке шалдығып қалу өте оңай. Жеткілікті мөлшерде темір алу үшін біз қандай тағамдармен тамақтануымыз керек, Бану? Барлық ет өнімдерінде, мысалы, бауыр, соғымда, тауық етінде, сондай-ақ балықта ағзамыз оңай сіңіре алатын көп темір бар. Жұмыртқа, лобия, соя, жаңғақтар да осы пайдалы микроэлементтердің қайнар көзі болып табылады. Жапырақты көкөністер, өрік, жүзім, қара өрікте темірге бай. Сондай-ақ шай, кофе, сүт сияқты тағамдар ағзамызда темірдің сіңу үдерісін төмендететінін есепке алу керек. Егер қан құрамыңызда темірдің мөлшері аз болса, сіз тамақтанып отырғаныңызда су ішкеніңіз абзал. Ал шай, кофе және сүтті тамақтан кейін жарты сағат өткен соң үзілісте ішкен жөн. Бану, бұл біздің мәдениетіміз үшін әдеттен тыс жағдай ғой. Өйткені барлығымыз тамақпен бірге немесе тамақтан кейін дереу шай ішуге әдеттеніп қалғанбыз. Дұрыс, Жанна. Менің есіме қызық бір пікірдің түсіп тұрғаны. Адам тамақ жеу үшін өмір сүрмейді. Керісінше, өмір сүру үшін тамақтанады. Сондықтан салауатты өмір сүру үшін әдеттерімізді біраз өзгертуге тұрарлық деп ойлаймын. Әрине, бұл оңай болмаса да мүмкін емес дүние емес қой. Осындай пайдалы кеңеспен бөліскенің үшін, Бану, саған үлкен рахмет. Қымбатты тыңдарман, бұл кеңестер сізге шынымен пайдалы болды деп үміттенемін. Ал енді жанасы қайдарына келіп жеттік. Бүгін біз сіз үшін жарылқау болатын кейбір ой толғаулармен бөлісетін боламыз. Толқынымызда бізбен бірге қалыңыз. Мен әйелдермен кездесу ұйымдастырғанда, әркез олардан мінәжат мұқтаждықтары жазылған қағазды толтыруларын сұраймын. Мұндағы мақсатым келесі кездесуге дейін арнайы мінәжат етуші топ олар үшін сыйынады. Кездесуден кейін әлгі қағаздарды жинап алып, үйге апарып оқимын. Оларды оқып отырып жиі жылаймын.
Өмірлері бүлінген әпке сіңлілерім үшін жүрегім ауырады. Некелері қыл үстінде тұрған әйелдер үшін. Балаларын ойлап уайымдайтын әйелдер үшін. Өткендегі сәтсіздіктерін ұмыта алмай, жан жаралары жазылмай жүрген әйелдер үшін. Өздерімен күресте жүрген әйелдер үшін. Рухани өмірлері күмәнға толы әйелдер үшін. Бұл әйелдер біздің жанымызда өмір сүріп жатыр. Олардың бастарындағы жағдай біздің де басымызда бар. Олардың көпшілігі өмір бойы қауымға барып жүреді. Кейбіреулері сіздің қауымыңызға барады. Олардың бірі сіздің балаңыз баратын жексенбілік мектептің мұғалім болуы мүмкін. Екіншілері әр апта сайын болатын киелі кітапты зерттеу сабақтарына қатысады. Тіпті сол сабақтарды жүргізулері де мүмкін. Көп жағдайда сіз олардың іштерінде қандай күрестің жүріп жатқанын біле алмайсыз да. Егер сіз олардан жағдайларының қалай екенін сұрайтын болсаңыз, олар күлімсіреп, шүкір жақсымын, деп жауап береді. Сол әйелдердің бастарынан өткізген оқиғалары осы бағдарламалар топтамасын жасау үшін бізге түрткі болды. Өтінемін, бұлар сирек кездесетін ерекше куәліктер емес екенін түсініңіздер. Біз ауытқулары бар әдеттен тыс әйелдер жайлы әңгімелемейміз. Мен бұған ұқсас көптеген оқиғаларды естідім және көрдім. Олардан жеке бір кітап құрастыруға болар еді. Біздің қоғамымыз жан ауруына шалдыққан және мұндайлар қоғамының барлық салаларындағы әйелдерде кездеседі. Егер маған соңғы жылдары кездестірген көптеген әйелдердің өмірлерін бейнелеуге тура келсе, онда мен төмендегі сөздердің бірін немесе бірнешеуін таңдап алған болар едім. Олар әлсіреген, шаршаған, қажыған, шатасқан, ашынған, түңілген, көңілдері қалған, жеңіліске ұшыраған, торыққан, өздерін үнемі кінәлі сезінетіндер, сезімде тұрақсыздар, шырмалғандар, өз-өзіне сенімсіздер, өздерін жалғыз сезінетіндер, өз-өздеріне қол жұмсауды ойлайтындар. Сіз қаншама көптеген әйелдердің, тіпті сенушілердің кейбіреулері өз-өзіне қол жұмсау туралы ойлағандарын білгенде қатты таңданып қалатын боларсыз. Мен осы бағдарламаны тыңдап отырған сіздердің араларыңыздағы кейбіреулеріңіз қазірдің өзінде әзер жүргендеріңізге күмәнім жоқ. Мүмкін бұл сіз боларсыз. Мүмкін сіз бұдан былай өмір сүрудің мәні жоқ екенін сезінетін боларсыз. Қымбатты сіңлім, аяулы тыңдарманым, сізге үміттің бар екенін айтқым келеді. Сіздердің қиындықтарыңыз осы бағдарламаны тыңдай салуыңызбен дереу жоқ болып кетпейді. Бірақ мен оның сізді көмектесе алатын тұлғаға қарай жол сілтейтініне сенімдімін. Өтінемін, бізді таңдауды жалғастыра беріңіз. Қазіргі мәсіхша әйелдер туралы ойлағанда менің ойыма келетін тағы бір сөз бұл құл болу. Әйелдердің көпшілігі құлға айналған. Олар көбіне өз еріктерімен құлдыққа түскен. Мысалы, көптеген әйелдер өздерін кінәлі сезініп, өз-өздерін айыптап өмір сүреді. Олар Құдайдың рақымы мен сүйіспеншілігінің рақатын еркін сезіне алмайды. Көпшілігі өз өткендерінің құлдығында. Оларда өздерінің немесе өзге адамдардың сәтсіздіктерінің салдары қандай болмасын, солар мойындарында ауыр жүк болып асылып тұрады, және олар оны өмір бойына көтеріп жүреді. Екіншілерін киелі кітап адамдар алдындағы қорқыныш деп айтатын нәрсе азапқа салады. Олар адамдар менен теріс айналады. Адамдар мен туралы не айтады деген қорқыныштың құлдығында. Өз сезімдерінің құлы болып, қорқынышта, саруайымда, ашузада, өзіне деген аяныштың ықпалында жүрген әйелдер де бар. Әйелдерді құлдығына ұстайтын ең кең тараған саланың бірі бұл тамақтану. Бұл мойындауды мен әртүрлі формадағы көптеген әйелдерден естідім. Біреулері еш тоқтай алмай үнемі тамақтана беретін болса, екіншілері өз-өздерін зорлап тамақ іше алмайды. Біріншілері де, екіншілері де құлдықтың құрсауында. Біз әйелдердің бәрі де осындай әлсіздікке ерік береді деп айтқымыз келмейді. Бірақ кей кездері әрқайсымызды өзімізді сол топтардың бірінің қатарына жатқыза аламыз. Біздің айтқымыз келетіні
Жалпы көптеген әйелдер салмақты тоқырауды бастарынан өткереді. Оның шешімін табу үшін үстіртін байламдар мен жауаптар жеткіліксіз болады. Жазбаға назар аударған кезімізде біз Құдайдың өзіміз үшін мұндай өмірді ойластырмағанын көреміз. Жохан жазған ізхабардан Исаның сөздерін оқып, Құдайда біз үшін одан гөрі жақсырақ нәрсенің бар екенін білеміз. Онда былай деп жазылған: мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы, ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Қымбатты тыңдарман, сіз осы рухани игілікке толы өмірге иемін деп айта аласыз ба? Әлде тек жай ғана өмірдің ағысымен селсоқ жүріп келесіз бе? Осы және басқа сұрақтарға жауап бар. Бұл жауап Құдайдың ұлы Иса Мәсіх болып табылады. Иса Мәсіх көкте өзінің салтанатты ұлылығын қалдырып, біздің күнәларымыздың құнын өтеу үшін жер бетіне келді. Біздің Құдай алдында ақталып, мәңгілік өмірге ие болуымыз үшін ол 3-ші күні өлілер ішінен қайта тірілді. Сондай-ақ ол бізді өз қайғыларымызбен жалғыз қалдырмауға уәде етті. Ол бізге киелі жазбада жазылған оның шындықтарын танып білу арқылы әртүрлі жағдайлардан шығу жолын көрсете алады. Өтінеміз, бағдарламамызды тыңдауды жалғастырыңыз. Біз мұнда кең жайылған өтіріктің түрлерін анықтап, сол өтіріктерге шындықты қарсы қоюға әрекет етеміз. Сонда біз шынымен азаттыққа жетеміз. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандайда сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 @inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын.